Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, әдемі болып шығатын, өте дәмді десерт сникерс трайфлының жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқа саламыз, одан кейін үстіне шекер салып, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң үстіне сүтті құямыз, ерітілген сары майды құямыз, және де осы сұйық массалардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін екінші ыдыста ұн, қопсытқыш және де какаоны біріктіріп алып, одан кейін сұйық массаның үстіне ақырындап 2-3 бөлікке бөле отырып, қосып араластырып отырамыз. Осы десертке қажетті барлық ингредиенттерді видеода және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Барлығын араластырып болғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай масса дайын болуы керек. Одан соң осы массаны табамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді десертіміздің кремін дайындайық. Ол үшін ең алдымен клейгейді ыдысқа құйып, оны жақсылап миксерлейміз қоюланғанша. Клейгей қоюланғаннан кейін үстіне 5-6 ас қасық қайнатылған қоюлатылған сүтті, яғни вареная сгущенканы салып, қайтадан бір араластырып аламыз. Дайын кремді тоңазытқышта сақтаймыз. Ендігі піскен коржымызды әбден суытып аламыз, және де осы аралықта шоколадты ганашты дайындайық. Ол үшін бізге шоколад керек, және де жаңғақ керек. Үстіне сүт құйып, қайнап тұрған ыстық су буында не болмаса микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Ал коржды видеода көріп тұрғандарыңыздай толығымен қолмен ұсақтап аламыз. Және де осы ұсақталған коржды асты терең ыдысқа не болмаса контейнерге саламыз. Енді үстіне кремді видеода көріп тұрғандарыңыздай кондитерлік қаптың көмегімен осылай жайып шығамыз. Қасықпен жаятын болсаңыздар, сізге астында корж кедергі болады, сондықтан кондитерлік қаппен жасаңыздар міндетті түрде. Осы креммен бірге не болмаса кремнің астына өз қалауыңызша кез келген жеміс-жидекті салсаңыз да болады. Енді ақырындап шоколадты ганашты құйып шығамыз. Дайын десертті ұсынар алдында 2-3 сағаттай тоңазытқышта салып алғаныңыз дұрыс болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады.